Assalamu alaikum. Қалайсыздар? Бүгін бізде әдемілеп ұлпа қар жауып тұр. Бүгін қойдың кезегі. Атпен шықтым. Жолдан із қарайын десем, қармен жауып қалып жатыр іздің бәрін. Жүгіріп шыққан қоянның ізіне түспесе, былай ескі іздермен табу қиын. Сонымен кішкене жүріп енді қойды алып ауылға қарай жақындатайын деп жатырмын. Мына талдардың барлығын ар жағында ауыл бар. Талан қары қалындап кеткеннен кейін қойларды осы талдың арасына қамыс, жазғы өлең шөптер жесін деп шығарып жүрген жайымыз бар. Қар бекігенше біраз қойды баға тұру керек. Тірі шөп жегенге не жетсін. Қой бірден арықтап қалады қораға. Шабылған шөпті берсе. Сол үшін мүмкіндік бар да жайып жатырмыз далаға. Сиыр да шығып жатыр әлі. Алда 2-3 күн боран болатын сияқты, одан кейін қар тоқтағаннан кейін қоянның ізімен жүріп қоян шығаруды түсіретін болам. Каналға жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қойлар да көрініп отыр. Жақын келмесеңіз алыстан таба алмай қалады екенсіз қойды. Іздермен тауып алдым. Таңертең шығарып жібергенбіз.